Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Сұлушаш. Бүгін осындай дәмді Корея елінің ұлттық тағамы көкси дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сиырдың немесе қойдың жұмсақ етінен осылай соломкалап жұқалап турап аламыз. Оның үстіне соя тұздығын және қант қосып, жақсылап араластырып, біраз уақытқа қалдырамыз. Салатын дайындауға кірісеміз. Оған капустаны осылай соломкалап жұқалап турап, үстіне тұзын қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып суы шыққанша қалдырамыз. Және бөлек ыдысқа пиязды турап дайындап қоямыз. Қиярды да дәл солай майдалап турап аламыз. Бір ыдысқа салып, тұзын сеуіп, жақсылап араластырып, суы шыққанша қалдырамыз. 5 минуттан соң видеодағыдай қысып суын шығарып, бөлек ыдысқа салып аламыз. Оның үстіне үкіштен сарымсақты өткіземіз, чеснокты, және үстіне қызыл бұрыш, кориандр ұнтағын салып, қызып тұрған ыстық майды осылай құйып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Жұмыртқаны қуыруға кірісеміз. Ол үшін бізге тұз және сұйық майды қосып, жақсылап жұмыртқаны араластырып аламыз. Табаға кішкене май тамызып, осылай екі бетін қызартып, блинчик сияқты пісіріп аламыз. Жұмыртқалы блинчигіміз де дайын. Суытып, суыған соң ұзыншалап турап аламыз. Және етті қуыруға кірісеміз. Ол үшін аздап май және чеснок салып, ет салып, жақсылап араластырып, су тартылғанша 10-15 минуттай қуырамыз. Одан кейін бетіне пиязды слой қылып қойып, бетін жауып 10-15 минуттай бұқтырамыз. Және бөлек ыдыста пияз бен капустаны аздап маймен қуырып аламыз. Оның үстіне жұқалап помидорды турап салып, жақсылап араластырамыз. Және тұз бен қантын қосып, отты өшіреміз. Өте көп қуырудың қажеті жоқ. Капуста салатымыз да дайын. Енді жаңағы еттің үстіне болгар бұрышы немесе көк пияз салып, жақсылап араластырып, үстіне тұз, соя тұздығы және кориандр ұнтағын салып, араластырып, 5 минуттан соң өшіреміз. Етіміз дайын. Көксида маңызды рөл атқаратын ол суы. Дәмді су жасай алсақ, демек тамағымыз да дәмді болмақ. Описанияда қанша қосуын көрсететін боламын. Видеодан түсінгендеріңіздей қанты мен тұзы ерігенше араластырып, үстінен суын қосатын боламыз. Салқындатып ұсынсақ та болады. Және 500 грамм кеспені 4-5 порция шығады. Соны қайнап тұрған суда 2-3 минут қайнатып алдым. Порцияға бөліп қойыңыздар бірден кеспені. Әйтпесем жабысып қалуы мүмкін. Өте дәмді тамақ, жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын!